Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Бүгін елге қызмет бағдарламасының кезекті шығарылымы және оның жүргізушісі Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының бас маманы Дәрім Нұрқанат. Бүгінгі тақырып ол мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы және әдеп кодексі туралы сақтауы. Бүгін бізде қонақта Павлодар облысының ветеринария басқармасы басшысының орынбасары Асылтас Аблайұлы Тілеубаев. Басамай тұрып айта кету керек, Асылтас Аблайұлы 2011 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агроөнеркәсіптік университетін ветеринариялық санитария мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын Баянауыл ауданы Қондыкөл ауылдық округінің ветеринариялық инспекторы болып бастаған. 2022 жылдың 11 сәуірінен бастап Асылтас Аблайұлы Павлодар облысының ветеринария басқармасы басшысының орынбасарына тағайындалған болатын. Асылтас Аблайұлы, қош келдіңіз. Ең біріншіден сізді құттықтағым келеді. 2022 жылдың 12-17 шілде аралығында Петропавл қаласында өткен жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері арасындағы республикалық спартакиадада сіз Павлодар облысы волейбол құрама командасының мүшесі болып чемпион атанған болатыныз. Сізді құттықтап қоюыңызға рұқсат етіңіз. Асылтас Аблайұлы, бірінші сауалымыз: мемлекеттік қызметті таңдауыңызға не себеп болды? Саламатсыздар ма, телекөрермендер. Мемлекеттік қызметке мен келуім 2011 жылы болған жағдай. Бұл енді шыны керек. Біз институт қабырғасында оқып жүрген кезде, бітіретін кезде, айта кетсем, 5-ші курста анықтала бастайды ғой, кім қайда баратында. Сонда Астанада әпкем тұрады. Сол әпкем айтатын: сен яғни тестқа дайындал, мемлекеттік қызметке кіру керексің деген. Содан басталды. Мен 5-ші курс оқып жүргенде ақырын жаңағы мемлекеттік қызметтің тесттарына дайындалып, содан 2011 жылдың жаңағы күз айында кірдім ең бірінші мемлекеттік қызметке. Басында шыны керек жас болып келдік қой бәріміз. Жас болдық, мемлекеттік қызметтің мақсатын, мәнін түсіне қойған жоқпыз. Енді міне бертін келе түсініп, жаңағы мемлекеттік қызметтің қандай мағына екен, қандай жауапкершілік бізге артылғандығын түсініп біліп жатырмыз. Енді осы мемлекеттік қызметті мемлекетімізді өркендетуге, дамытуға, жаңа Қазақстанды құруға барлық немізді, білім жігерімізді салуға тырысып жатырмыз. Жақсы, рахмет. Келесі сұрағымыз: басқармада қандай бағыттарға жетекшілік етесіз? Ветеринария басқармасында басшысының орынбасары қызметін атқарамын. Бізде ветеринария саласы ауыл шаруашылық жануарларының қауіпсіздігін сақтау болып табылады. Ең бірінші міндеті ветеринариялық санитарлық қауіпсіздігін сақтау, және де осы ауруларды алдын алу үшін егу және ауырған малдарды анықтау үшін қан алу жұмыстарын жүргіземіз. Біріншіден, екіншіден ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру, яғни идентификация жұмысын жүргіземіз. Барлық ауыл шаруашылық жануарлары жергілікті ветеринариялық дәрігердің бақылауында болып, яғни ауыл шаруашылық жануарлар базасына кіргізу болып табылады. Және де осы ауырған малдарды санитариялық союға жібереміз. Сонымен қатар біздің ветеринария саласында 3 мемлекеттік қызмет беріледі, яғни госуслуга береміз. Сонымен қатар ветеринария саласында бізде 13 аудан, яғни 13 аудан мен қалалар бар. Солардың барлық ветеринариялық қауіпсіздігін сақтау бойынша жұмыстар атқарамыз. Сонымен қатар бүгінгі таңда ең күрделі және ауқымды сұрақтардың бірі қаңғыбас иттермен оларды аулау жұмысын жүргіземіз. Бүгінгі таңда бізде жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң енгізілген болатын. Соған сәйкес бұрынғыдай иттер жойылмайды, яғни атып жоюға рұқсат берілмейді. Осы эфирді қолданып кішкене түсіндіру жұмыстерін жүргізе кетейін дегенім ғой. Жаңа заң бойынша, яғни қазір бізге өте көп өтініштер және наразы
өтініштер келіп жатыр. Неге ауланбайсыздар, неге ауланбайды, неге көп деген сияқты осы қаңғыма бұралқы иттердің көбеюіне байланысты. Сондықтан да қазіргі иттерді біз аулап, яғни панажайларға орналастырудамыз. Жақсы, рахмет. Келесі сауалымыз. Басқармада көрсетілген функцияларды іске асыру бойынша қандай жұмыс жүргізесіз және сіздің тарапыңыздан мемлекеттік қызметті жандандыруға қандай ұсыныс қосар едіңіз? Мен негізгі бағыттардың бірі жаңағы бізде басқармамызда екі негізгі біздің бөліміміз бар. Бұл жаңағы ветеринария лицензиялау бөлімі және противоэпизоотиялық іс-шаралар жүргізу бөлімі. Осы бөлімдердің қызметін атқарылып жатқан мына біздің жыл сайынғы көктемгі және күзгі науқандағы егіс жұмыстарын, егу, қанау жұмыстарын уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеміз. Соларға мониторинг жасап, күнделікті анализ, жұмалық, айлық жаңағы анализдер жасалып тұрады. Сонымен қатар осы ветеринария саласындағы және екінші сұрағыңызға айта кетсем, жандандыруға қандай ой пікіріңіз, үлесіңіз дегенде бүгінгі таңда жастарды тарту керек деп ойлаймын. Жастарға білім беретін, яғни оқу орындары бізде көп болса екен деп ойлаймыз. Сапалы және жақсы білікті мамандар шығаруға. Айтады ғой, кадр решает все деген сияқты. Сол егерде мамандар болатын болса, біздің әр салада, жаңағы біз енді ауыл шаруашылығы саласымыз ғой, бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы саласында өте күрделі мамандар тапшылығы, соларды жоюға, соларды болдырмауға мамандар тапшылығын бізден үкіметтен, яғни жаңағы білікті мамандар шығарса, бізде осындай келешекте сұрақтар болмайды деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметшілерге қатысты жаңа әдеп кодексінің енгізілуіне не себеп болды? Мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптарға қатысты қандай өзгерістер бар деп ойлайсыз? Жаңа әдеп кодексі 2022 жылдың ақпан айында шыққан болатын. Бұны мен өз басым ойлаймын, өте жаңағы бұрынғы ескі неге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді деп, яғни бұнда ең бірінші жаңағы әдеп комиссиясына көп, яғни бірнеше функциялар, маңызды функциялар берілді. Яғни жаңағы облыс әкімдерінің орынбасарларын және аппарат басшыларын қазіргі таңда яғни тәртіптік жазаға әдеп кодекс, жаңағы әдеп комиссиясы тартылатын болады. Бұнда ең бірінші өзгерістер. Екінші жаңағы өзгерістер, бұнда жаңа әдеп кодексінде мемлекеттік қызметтің ашықтылығы қарастырылады, адалдылығы, адамгершілікпен қараулығы, және де осы тәртіптік жазаға кішкене өзгерістер енгізілді. Бұл айтар кететін болсақ, жаңағы қарау мерзімі, жаңағы барлығы қамтамасыз етілген осы жаңа әдеп кодексінде. Жас мемлекеттік қызметшілерге және мемлекеттік қызметке түскісі келетін адамдарға қандай ұсыныстар берер едіңіз? Жас мемлекеттік қызметкерлерге енді өз ойым, пікірім, бұл мемлекеттік қызметке келер алдында өзін дайындалып, яғни осознанно дейді ғой, жай көшеден келе салуға болмайды деп ойлаймын. Дайындалып, яғни жаңағы осы бізге өз мемлекеттік қызметкерлер көп араласатын заңдарды оқып, соларды зерттеп, өздері зерделеп деген сияқты сол жұмыстарды атқарып, яғни мемлекеттік тілді білу керек деп ойлаймын. Яғни мемлекеттік қызметшіге келетін жас мамандар мемлекеттік тілге назар аударып, одан кейін осы халықпен жұмыс істеу, яғни елге қызмет деп атайтып тұрғандай, елге қызмет етем деп тұрған жас мамандар, жалындап тұрған жастар.
бүгінгі таңда керек. Жастардың көмегі өте зор деп ойлаймын бүгінгі таңда. Асылтас Абылайұлы, сіздің сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Жұмыста тек қана табыс тілеймін, биік белестерден көріне беріңіз. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі елге қызмет бағдарламасының кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.